Өзін әзілкештің жарымын деп санайтын келіншек өткен күндерді еске алды. Оның айтуынша Тұрсынбектің қазіргі үлкен ұлы заңды некедегі әйелінен емес, өзінен туған. Менімен бас қосқанда Тұрсынбектің ұлы болмаған, тек қыздары бар еді. Сол кезде мен оған ұл туып бердім. Қазір ол ұл ер жетіп жігіт болып қалды дейді Айман Тұрсынбек желідегі жазбасында. Бұл мәлімдеме әзілкештің жанкүйерлері арасында түрлі сауалдар туындатты. Себебі көпшілік Қабатовты үлгілі отағасы және адал жар ретінде таниды. Айман Тұрсынбек мұнымен шектелмей, Тұрсынбектің заңды жұбайы Мөлдір Мұқановаға қатысты да ауыр сөздер айтты. Оның пайымдауынша Мөлдір күйеуінен айырылып қалмас үшін кейіннен екі ұл дүниеге әкелген. Тұрсынбектің ұлдарының ең үлкенін мен дүниеге әкелдім. Мөлдір менен кейін Тұрсынбекті ұстап қалу үшін екі ұл туды. Дегенмен балалардың өзара араласуына мен ешқашан қарсы болған емеспін деп қорытындылады сөзін желі қолданушысы. Баршаңызға сәлем бердім. Соңғы уақытта түрлі хайп қуған жаңалық пабликтерінде менің атым жиі аталып, әр түрлі ақпарат таратылып жүр. Өнер адамның жанында жүрген соң, мұндай жағдайлардың болуы заңдылық. Әркім өз көзқарасын білдіргісі келеді, өз пайымын ұсынғысы келеді. Бұл қазіргі медианың табиғаты, қоғамның қалыпты көрінісі. Дегенмен бір жайтты айқын жеткізгім келеді. Мен ешқашан айқай-шуға, жанжалға немесе өтірік хайпқа сүйеніп өмір сүрген емеспін. Менің басты құндылықтарым отбасымның тыныштығы, балаларымның амандығы және жарымның абыройы. Артист үшін сахна қаншалықты маңызды болса, мен үшін отбасымның берекесі соншалықты қымбат. Менің атыммен рейтинг жинап, өздеріне назар аудартқысы келетіндер көп екен. Өз күнін көре алмай, мені сынауға тырысатындардың бар екенін көріп, шынымен таңғаламын. Өмір-ай өмір. Менің қазіргі таңдағы үнсіздігім әлсіздік емес. Бұл сабыр, отбасымды артық әңгімеден, қажетсіз шудан, хайптан қорғау, өз шаңырағымның тыныштығын бәрінен биік қою. Кім не айтса да Алла бәрін көріп тұр, уақыт өте әркім өз шындығымен бөлісетін болады. Менің жалғыз тілегім елімізде өсек-аян емес, жақсылық көбейсін. Жақсы сөз жарым ырыс. Маған ауыр сөз айтып, мені қарғап жатқан жандарға да тек жақсылық тілеймін, әркім өз деңгейіне қарай сөйлейді ғой. Мені қолдап ақ ниетін, ізгі тілегін жаудырып жатқан әрбір көңілі таза жанға шын жүректен мың алғыс. Әрбіріңізге жақсылық, табыс, дәулет пен амандық тілеймін. Аман болыңыздар. Әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың жеке өмірі тағы да қызу талқыға түсті. Бұл жолы желіде өзін танымал әзілкештің екінші әйелімін деп таныстырған Айман Тұрсынбек есімді келіншек күтпеген мәлімдеме жасап, көпшілікті аң-таң қылды. Айман ханымның әлеуметтік желіде тараған сөздері лезде қызу пікірталас тудырды. Ол Тұрсынбекпен танысқан кезде актердің тек қыздары болғанын, ал алғашқы ұлды өзі сыйлағанын ашық айтты. Әзіл әлемде жүрген кезде, бастапқы кезде, егер байқасаңыздар, тоже шындық, енді шын айтайын, Қайраттың монологтары сәтсіз болды. Өткен жоқ, күлкілі болған жоқ. Ол жерде сіз Қайрат үшін барған жоқсыз әзіл әлеміне. Мен точно білемін, ол кезеңде. Ол жерде бағы жанған кім білесіз бе? Тұрсынбек, енді әрине ол ұйымдастырушы Қанаттың бағы жанды ол жерде. Автоматпен шыққан, аузымен автоматты салып. Міне сол кезде действительно бум болды да. Қанат сол кезде Қанат Әлжаппаров болып автомат деп шықты. А Қайрат ондай болған жоқ ол жерде. Кішкене бір сенімсіздік болды ол кезде. Сосын телевидениеға кіріп, арғарай тағы да кино проекттер болған кезде ғана Қайрат өзін кәдімгідей уже юморист ретінде, актер ретінде сенімдірек сезіне бастады. Осындай шындық. Мен сахнаға шығып бастаған кезде қиындық тудырған сәттер болды. Көреалмаушылық деп соны айту керек. Бір кісілер тіпті бақыт осы сахнаға шықса, мен күйеуімнен айырылсам дегенде кездер болды. Мен ойлаймын, причем тут оның күйеуі, причем тут оның семьясы, и менің вообще сахнаға шығуым. Соған қарағанда сахнаны аяған болу керек менен. Сондай да моменттер болды. Осыны таза көреалмаушылық деп мен ойлаймын мысалы. Ұмытып қалдым кім адам екенін ше. Бірақ сол айырылысып кетті соңында. И фокус бұрылғаннан кейін
Қайраттың жұлдызы жанды кәдімгідей. Вот бақ кірді бұл жерде. Бақ қай жерде кірді? Әзіл әлемінде емес. Бақ түнгі студияны жүргізіп бастаған кезде кірді. Айтайын сіздерге. Сондықтан бағы жанған еркекке мен ешқашан кедергі болмаймын. Керісінше маған жақсы ғой. Я кайфую, отдыхаю, работаю на удовольствие. Керек кезде әнімді айтам, керек емес кезде айтпаймын. Өзім білем, қашан айтам, қашан айтпаймын. Не айтам, не кием, өзім білем да. Рахат. И менің бағым бұл менің отбасым. Мен бақытты отбасыны жасаймын және бақытты отбасыда өмір сүремін. Мен бақытты отбасыны ойнамаймын. Ойнасаңыз, ойынның қашан басталғанын білмей қаласыз. Бақытты отбасыны сүру керек, құрастыру керек және сол жерде өмір сүру керек. Атақты актердің келіншегінің «Шай в большом городе» туралы өзінің критикасын жіберіп жатыр екен да. Енді мен өзіме айтылған критиканы көбінесе қабылдаймын. Көтімек сұра бермеймін ғой былайынша. Өйткені ол мен жұмысым, мен сонымен семья асырап отырмын, бүйтіп красоваться ететіндей жағдайда емеспін. Және де непрофессиональный дегендей. Ол енді мен дипломированный актрисамын. Енді бәріне мен дипломды көрсетіп жүрмейтін жерім, яқса оқығанмын деп. Просто маған обидно болғаны Мөлдір Мұханның тарапынан айтылған критика кішкене ауырлау болды деп ойлаймын. Өйткені ол енді бір кино түсіріп бастап келе жатқан адам, бір майын ішкен адам болса, бұл критиканы қабылдауға болатын еді. Одан кейін бәлкім Мөлдір Мұхан Тұрсынбек Қабатовтың әлі де әйелі болған кезде әңгіме сәл басқаша болатын беді. Чонсыз бейбилау болатын беді деп қоямын да. Енді бұл да менің өзімнің жеке ойым, критикамда. Девочки, все нормально. Мөлдір ханымның өзі да, ол рас, осындай кемшіліктер кетті деп өзі де в курсе, өзі де жазды. Я говорю, да, енді сен білесіз ғой мен осындай шын комментарий айтатынды. То, что ешқандай реніш болмайтын шығар деп сенем. И бұл ешқандай реніш жоқ. Сіздер кейбірлеріңіз Қайраттың парақшасынан келген оқырмандар бар менде. Мен уже последний 3-4 жыл осындай, просто өзім үшін осындай киноларға отзыв айтам. Біле жүріңіздер. Бір кездері тоқтатқан болатын, құрсын адамдар ренжіп қалатын болды деп. Ну, нормально, в принципе. Еще киноға да көп бармай кеттім. Но қазір қайтадан айтып жүрмін. Ну, что тут такого? Мен бір профессионал емеспін, мен бір критик емеспін. Мен просто көрерменмін, который имеет свое мнение. Мен оқырмандарым білет, и, в принципе, после этого видео это 70% білет да уже. Айтады да, вот мен күттім сіздің отзывыңызды, примерно білдім сіздің қалай айтатыныңызды деген сияқты уже олар білет да менің шыншылдығымды. Жерде барлығы шыншыл нәрседе ғой, шыншылдықта ғой. Басқа не ой дейсің? Айтақ маған бәрі ғой, в принципе. Кім не түсіріп отса да. Көрдім, айттым.